Армысыздар, эфирде байланыста подкасты. Студияда Әнуарбек, Абылайхан және Бақтияр. Қалайсыздар? Қош келдіңіздер. Рахмет, жақсы. Амансыздар ма? Енді біз Қазақ Телеком арнасында осындай әдемі подкаст жасап жатқаннан кейін сіздердің Қазақ Телекомға қаншалықты байланысты екендеріңізді біліп алғым келіп отыр. Әуелі өзіңізден бастасақ, өзіңнен деп сөйлесек болады, иә? Болады. Тамаша. Абылайхан, қанша жыл болды Қазақ Телекомда жұмыс істеп жатқаныңа? Мен Қазақ Телекомда істеп жатқаныма 2014 жылы университетті бітіріп кірдім. Монтер. Демек, тура 10 жылдан асыпты, жылдан асты. Ал өзің? маған 12 жылдан асты. 12 жылдан асты, Ерден кейін, қазір 12 жыл болды жұмыс істеп жатқаныма. Осы. Енді бүгінгі қонақтарымызды кездейсоқ емес, қазіргі уақытта Абылайхан осы Қазақ Телекомның әлеуметтік желілерінде, жалпы Қазақ Телекомның жарнамаларында жиі бой көрсетіп, кәдімгідей ішкі персоналдың ішінде де біраз танылып қалдың. Онымен қоса сыртқы жаңағы тұтынушылар, жалпы Қазақстан халқы көріп жатыр. Бақтияр болса қазіргі кезде тиктокты белсенді жүргізіп, және тиктогында осы жұмысына байланысты біраз анықтамалар беріп, түсіндірулер жүргізіп, өзің барып отырған жағы пәтердегі қожайындармен, пәтер иелерімен, жағы клиенттермен тығыз қарым қатынастасың. Енді Абылайханнан сұрағым келіп отыр, енді монтер болып жұмыс бастадың ғой. Иә. Қазіргі уақытта өмір қалай өзгерді? Былай шамалы жұлдыз ауруына шалдыққан жоқсың ба? Жоқ, ондай. Бізде кішкентай кезден өзім Қызылорданың тумасымын ғой. Жұлдыз ауру деген жоқ. Бізде кішіпейілікке үйретіп келе жатқан, өзінің сыр елі, жыр елі жігіт болғаннан кейін. Ондай бізде жоқ. Тамаша. Қай жерде өзіміздің басымызды иіп жүретін жігіттерміз. Бірақ өмір өзгерген сияқты, иә? Жарнамаға түсе бастағаннан бері. Енді иә, бірақ кішігірім кейбір жерлерде танып қалады. Былай сен ба деп, былай таңқалып қаласың. Мен не істеп жатырмын соншама мені танитындай деп. Айынша солай қатты өзгеріс жоқ, бірақ өзгерістер бар әрине, жақсы. Енді қандай өзгерістер, соны айтыңызшы. Енді өзгерістер деген қалай айтсам екен? Қай жағын айтып бересіз? Енді мысал үшін белгілі жарнамаға түсу үшін soft skills дейді. Камераға сөйлей білу, суретке түсу, шамалы адамның жаңа қыры ашыла бастайды. Иә, ол рас. Негізі бір 3-4 жыл болды ғой, бір мероприятие ғой, бір не болатын болды. Кездесу болатын болды, соған 1 минуттық видео түсіру керек болды да. Сонымен камераны қосам, машина ішінде отырмын өзім. Камераны қосам да бір сөйлейін десем, сөйлей алмаймын ғой. Сонымен 30 рет, 35 рет түсірдім, бәрібір қарайсың да удалить етіп тастай бересің. Жібермейсің ары қарай. Удалить етіп, ұнамайды өзің. Бір нәрсесі ұнамай тұрады да, көңілің тартпай тұрады. Сосын түсірдім, болмады. Одан кейін барып жақсы дедім. Менде өзімде бір принцип бар да, 21 күн деген дүние бар. Мысалға 21 күн нені істесеңіз, үйреніп кетесіз. Жаңа әдетті қалыптастыру, иә? Бірден. Сонымен болды, мен онда шықтым эфирге, Инстаграмға шықтым. Эфирге шықтым да айттым, 21 күн бойы мен өзімді түсіріп отырамын. Күніне 3 видео салып отырамын дедім. Содан басталды бәрі. 3-4 жыл бұрын примерно. Сөйтіп видео түсіріп жүремін, көзің ісіп кеткен, ұйқың қанбай қалған, разница жоқ. Оған не түрткі болды басында жаңағы видео түсіруге? Сол бір рекламаға түскім келді. Соған видео жіберу керек болды, 1 минуттық, өзіңізді көрсету керек та. Демек Қазақ Телеком кастинг жариялады. Сол кастингке қатысу үшін сіз жаңағы сен өзің видеоны жіберу керексің. Сол видеоны жазу қиындық туғызды, иә? Сонымен түсіп жатырмын. Енді күніне 3 видеодан салып өттім 21 күн бойына. Одан кейін қалыптасып кетті барлығы. Просто камераны қазір қосасың да, мысалы Инстаграмда свободные руки деген бар ғой, білесіз ғой, Инстаграмда. Свободные руки дегенді қосасыз, сөйлейсіз, мен қазір қарамаймын да даже. Қайтадан қарамаймын, дәл соны Инстаграм салып жүремін, дәл сол күйінше. Қазіргі күні? Қазіргі күні. О, тамаша, иә? Қорқыныш жоқ дейді. Бақтиярда ше? Менде де бұның басталу себебі бір неден болған, өзімді бір дамыту барысында содан басталған. Жалпы бұған келу себебім де бір не болды. Мен өзім кішкентайымнан неге қатысам? Кішкентайымнан спортты жақсы көремін. Жаңағы дене шынықтыруды, жүгіруді дегенде, тауға шығу дегенде. Жалпы бұл осы съемочный жұмыстарды, өзімді камераға түсіруді не керек? Жүгіруден. Өйткені жүгіріс барысында адамда бір физикалық не болады, өзгеріс болады дегендей, өзінің шынығасын. Осында менде де осы кім айтып өткендей, Абылайхан айтып өткендей, менде бір 20 күндей бір процесс болды.
жаңағыдай сол жүгіру қалпына кіруге. Жүгіріс барысында мен өзіме бір орта таптым. Бізде Алматыда қазір Алау Про деген не бар, жүгіру клубы. Тамаша. Соған қатыса отырып, сол жақта адамдармен танысып, ойлармен бөлісіп, шыны керек сол жақтан Бахтияр Wi-Fi деген аты таптым, шыны керек. Бахтияр Wi-Fi? Иә. О. Ол жақтағылар мені қолдады. Өйткені сол комьюнити сізді үнемі шақырады, иә? Бахтияр Wi-Fi істемей тұр, қалай жөндеп жүру керек, Бахтияр анадан кеңес бер деп, иә? Ондай сұрақтар болды, иә. Өйткені бірінші бізде жаңағыдай орта ол жүгіру болды да, бірімден жаңа не дейді, таныстыра отыра мен олар білді осы неде істейтінімді, сфера. Осы Алау Про тобында осыған қатыса отыра мен осындай нәтиже жеттім деп ойлаймын. Өйткені ол жақта қолдаушылар да бар, тыңдаушылар да бар. Мені көрді, осы салада жұмыс істейтінімді. Олар не жасайды, обращение жасайды. Бахтияр, осындай сұрақтар бар еді, жасап бере аласың ба? Олар да әлеуметтік желіде менің видеомды көре бастады. Содан кейін осы жерде мен Бахтияр Wi-Fi деген атқа ие болдым. Және де осы жерде мен түсіндім, что неге өзгерістерге не бермеуге жағдай. Өзімді бұрын Инстаграм Ахмедов Баха болатын, соны алдын өзгерттім, Бахтияр Wi-Fi деп. Сол қорқынышта неде өтті кетті. Осы жүгірудің арқасында деп ойлаймын. Енді қазір марафон жүгіріп жүрсің бе? Марафон мен жүгіретін 10 километр және 21 километр. Тамаша. Алдағы уақытта бұйырса 42-де жүгіріп өтем деген ниет бар. Қазақ Телекомның атынан үлкен марафондарға қатысып, иә, Қазақ Телекомның жалауын желбіретіп жүретін сияқты ғой, иә, Абылайхан? Иә. Сен жүгірмейсің бе? Мен жүгірмеймін, мен ролик айдаған жақсы көремін, большой теннис ойнаймын. Тамаша. Енді мынау бастап кеттік қой бірден әлеуметтік желіден. Неге одан бастап отырмыз? Өйткені өздерің танымал болып кеттіңдер. Осы Қазақ Телеком жаңағы қызметкерлері өздеріңді қарап отырады, жұмыстарыңды бақылап отырады, Абылайханды таниды, Бахтиярды таниды. Өткенде тіпті Бағдат Батырбекұлы осы Бахтиярдың мысалын үлкен алаңда сөз етіп, кейін өзіңмен жеке жүздесті, Иә, ондай болды. Енді ол TikTok болмаса, әлеуметтік желіні дамытпаса, адам сөйлемесе, жүрмесе, ондай мүмкіндік тумайды ғой. Тумайды, иә. Енді сол мүмкіндіктің арқасында деуге болады, жаңағы бәлкім жаңағы сол әлеуметтік желіде белсенді болғанның арқасында Бахтияр бүгін осы студияда отыр. Бірақ осы жол қалай басталды? Содан бастайықшы. Қазақ Телекомға келу, осы мамандықты алу. Иә, жалпы мен өзім кішкентайымнан жаңағыдай техниканы құрауға, үйдегі істемей қалған радио болмаса пештерді жөндеуге не болатын, қызығушылық болатын. Осы мамандыққа келу себебім осыдан басталған деп айтсам дұрыс болады. Өйткені оқуға түсер кезде ойландым мен, өзім сол техника жақын болғандықтан неге осыны маманға түспеске деп. Осы маманға Телекоммуникация, шыны керек, мен мамандығым электроэнергетика. Электроэнергетика, Қазақ ұлттық техникалық университетке түстім, Қаныш Сәтпаев атындағы. Ол жақта 4 жыл оқып бітірдім. 2006 жылы түсіп, 2010-да бітіріп шықтым. 1 жыл әскерде болдым. Одан соң 1 жыл жаңағыдай өзім жұмыстармен жүріп, жұмысқа кірген уақытым 2012 жылы. Мамыр айында жұмысқа тұрдым. Дәл қазір 12 жылдан астам уақыт өтті. Біраз көптеген өзіме тәжірибе алдым. Жұмысым өте қызық деп ойлауға болады. Және де жұмысым өте қызықты. Және де жеңіл емес жұмыстардың бірі негізі. Мен жұмысым 2012-те кірген кезде, 2012 жылы жұмысқа кірген кезде монтер болып бастадым. Монтер 4-ші разряд. Одан өте келе, жұмыстарым көре келе, бізде басшылар да көреді ғой, кім қалай жұмыс істейді, қандай марапаттары бар дегенде клиенттерден отзывтар шығады. Солай мен өсе келдім. Монтер 4-ші, 5-ші разряд, электромеханик, ары қарай инженер дегендей. Сол. Қазіргі уақытта осы 12 жыл өтті, артқа қарап бір әттеген-ай деген дүние бар ма, әлде жоқ, бәріне ризамын деп айтасың ба? Негізінде бұл жолы, осы жол мен үшін үлкен тәжірибе деп жаңа айтып өттім ғой. Кездер болды, иә. Осы мамандықта, осы жұмысты не үшін істеп жүрген дегендей ше. Әсіресе қыстың күні. Жаңа столптың үстіне шығасың. Үстінде жаңа нелерің бар, инструменттерің бар. Жел деген соғып тұрады. Шайқалып тұрасың кішкене. Осы жұмыс маған керек пе деген ойлар болатын.
бірақ негізі ойлап қарап отырсам сол жұмыс арқасында өзіміздің абоненттерге жаңағыдай істемей тұрған қызметін монтер 4-ші разрядқа кірдім, 5-ші разряд болдым, 6-ші разряд болдым, одан кейін механик. 2-ші разряд боласыз, одан кейін 1-ші разряд, одан кейін инженер боласыз. Қанша уақыт алды ол уақыт? 7 жыл уақыт. 7 жыл уақыт. Демек сен де далада жүріп жаңағы иә столбтың басына шығып адамдардың үйіне барып. Иә, ондай болды. Мен негізі әкем архитектор да. Сөйтіп әкем постоянно айтатын тұғын, үш статьям бар да, одан кейін ер бала мен ғой, ол айтатын, сен архитектор боласың, сен менің жұмысымды алып кетесің ары қарай деп. Мен бабам айтатын, жоқ, мен связист боламын. Постоянно сол стол үстінде екеуміз сөзге келіп қалдық. Мен связист боламын, ол айтады, сен қақың связист, сен архитектор боласың. Мен айтамын, жоқ, мен связист боламын. Сөйтіп Алматыға. Сөйтіп мен жеңдім дейсің. Алматыға. Енді білмеймін, маған ұнады, мен ары қарай алып кеттім деп ойлаймын енді. Сосын Алматы сөйтіп бітіріп Астанаға келдім. Астанаға жұмыс істеймін деп айттым. Енді ол кезде өзіміз үшін әкеміз шешеді, шешеміз шешеді ғой үйде отырған. Сосын ол кісілер айтады, жоқ, Қызылордаға кел дейді. Бармаймыз ол жаққа. Сосын мен айтамын, жоқ, маған барып келейінші шамалы. Жұмыс істегім келеді, жас қаламен бірге көтерілгім келеді. Әлі үйленбегенмін деп. Үйленбегенмін, иә, бойдақпын ол кезде. Сөйтіп Астанаға келдім, сөйтіп әкем қоңырау шалады. Абылайхан, сенде 2 апта бар. 2 аптада өзің мамандығыңмен жұмысқа кірмесең, Қызылордаға келіп архитектор боласың деп па? Архитектурныйға кіргіземін деп па? Сондай сияқты әңгіме болды енді. Сөйтіп жақсы дедім, енді 50 резюме шығарып алдым. 50 резюме шығарып алып таратып жүрмін. Сөйтіп анау магазинге кіресің ба дейді, мынау магазин дейді, технодом, анау сөйтіп шақырып жатыр жан-жаққа. Бірақ мен связь өз мамандығыммен жұмыс істегім келіп жүр да. Сөйтіп Қазақтелекомға бардым. Қазақтелекомға барып охранник отыр екен, мен айттым да, аға, мен жұмысқа келіп едім, маған жақсы резюмеңізді тастап кете беріңіз деді да. Сөйтіп кетіп барсам, екінші охранник келді мына жағынан. Балам, тоқта дейді да. Ана жерде отдел кадров бар, сол жаққа барып неге жазылыңыз дейді да. Иә. Сосын ол сенен сұрайды дейді, по каким вопросам дейді. Сен айтасың, кадровым деп айтасың дейді да. Сосын бір директорге жазылдым, енді айтпай ақ қояйын кім екенін. Сөйтіп жазылдым, бірінші күні барып тұрмын өзім. 5-ші күні сағат 5-тен 45 кеткенге жазып қойды. 1 апта бар. Өзің 21-десің, кішкентай ана баласың ғой. Сөйтіп шығып, мен неғып жазылдым, ол үлкен директор, мен кіммін, ол кім, не айтам, сөйтіп қобалжып 1 апта, ұйқы жоқ, анаған звондап сұрайсың, мынаған звондап сұрайсың. Сөйтіп бардым, 1 апта өйтіп өтті әйтеуір. Сөйтіп бардым, ол кісімен кездестім, сөйтіп есігін ұрып кіріп келатсам, ол кісі орнынан тұрады ғой. О, Абылай келдің ба? Кіре ғой деп. Мен ойлаймын, ойбай, ол қақтан біледі мен атымды. Сөйтсем өзім жазылғанмын ғой кезінде. Сөйтіп қызық болады, сөйтіп отыр дейді, не болды дейді. Мен айтамын, енді мен по стопам отца не пошел. Мен связист болғым келеді, мен жұмысқа алыңыздар. Мен істеймін. Сөйтіп екеуміз ар жерде бір 15-20 минуттай сұхбаттастық ана кісімен. Жақсы, ол кісі айтады, маған ондай жігіттер керек, оңтүстіктің жігіттері пысық болады дейді. Бірақ жұмыс оңай емес. По крышам бегать, голубей будем гонять дейді да. Маған айтамын, бәрібір 34 мың зарплатаға кірдім сол кезде. Мәссаған. Жас балаға бірақ енді болады. Иә, болады енді. Сөйтіп істедік. Адамдар столб қоятын сол кезде білдім. Колодец тазаладық біз. Столб қойдық. Жаймен сосын медный болады ғой, өзі мегалайн деген интернет желісі болады. 4 мегабит, 8 мегабит секунды беріледі. Соны обслуживать ететін. Абоненттердің үйлеріне барасың, мынаны істеп бересің, мынаны істеп бересің. Кейбіреу орысша жүреді, кейбіреу отырып шай беріп жүреді, Бақтияр айтқандай кейбіреу бата беріп жүреді ғой. Енді ол жас кезде ешнәрсе білмейді, жақсы күліп ойнап жүрсің, жылап аласың деген. Сөйтіп жүрдік, сөйтіп инженер де болдық. Сосын талшықты оптикалық байланыс жолы дейді ғой. Қазір оптика деген жақсы дамып жатқан дүние ғой. 500 мың мегабитқа дейін Қазақтелеком қазір жылдамдықта сіздерге бере алады да. Бүкіл Қазақстан бойынша 500 мың мегабит. Енді ойлаңыз. Қазір кім болып жұмыс істейсің енді соған қарай келе жатыр ғой. Мен қазір эксперт болып істеймін. Мен неде істеймін, ДРБ-да. Біз ол жерде Қазақстан бойынша жаңа установкалар бар ғой. Сол жерде жаңа установкаларды курьер етеміз. Демек, жұмысыңыз өзгерді, қазіргі уақытта кеңседе отырасыз. Бірақ анда-санда жаңағыдай сыртқа шығып тұратын кездеріңіз болатын шығар, иә? Болады. Қазір Сапа плюс проектісі өтіп жатыр. Сапа плюс проектісі өтіп жатыр. Қазір айтып кетейін ба? Отыр, абоненттердің үйлеріне қойып беруіміз керек. Мәссаған. Ол дегеніміз бұрын соңды 2/4
герцтік модемдер бар. Талшықты оптикалық байланыс жолына қосылатын оптический терминал деп айтылады. Оптический терминал дегеніміз не ол? Ол оптический терминал дегеніміз многофункциональный устройство деп айтады орысшада. Бұл жерде triple play несі бойынша ID-net, ID-phone и ID-TV. TV. Менің үйімде қосылып тұрған дүние ғой. Иә. Сол, егер сіз Қазақ Телекомнан 500 мегабит алсаңыз, сіз оны кабельмен алатын едіңіз бұның алдында. Енді қазір Қазақ Телеком екінші қосалқы маршрутизатор, роутер дейміз ғой, соны қойып беріп жатырмыз. Енді сіз Wi-Fi мен 500 мегабит аласыз. Оның барлығы тегін еще. Демек, маған қазір қосымша сымның қажет жоқ, иә, телевизорге жалғайтын. Иә, ол да керек емес. Ол бірден роутерден алады ғой, жаңағы барлық IDTV-ге қосылуы, иә. TV+-ке. TV+ деген. Иә, TV+. Ол іште сіз жаңағы 500 мегабит беретін роутерді қазір біз қойып жатқанша, сол арқылы телевизорыңыз Wi-Fi мен алады да, Wi-Fi-дан сіз TV+ бағдарламасын қатпай жақсы әдемі көріп. Тамаша, мен ай сайын төлеп отырмын, бірақ өзім қазір Алматыда тұрып жатқаннан кейін Астанадағы үйімде әлі ол жоқ екен. Алдағы уақытта қосам. Хабарласыңыз, біз қосып береміз. Бірақ енді жаңа дүние, жаңа Сапа плюс бағдарламасы, программасы бойынша деп жатырмыз ғой. Енді айқайлап жатырмыз, жан жаққа да айтып жатырмыз, адамдар сенбейді. Қазір енді қосымша ақша алады деп ойлайды ғой. Иә, заман сондай болып кеткен ғой, қазір машина. Бірақ ол тегін. Мошенник деп ойлайды. Енді мен мына жерде анау бір жолы болғыш жігіт болып отырмын да. Абылайханға қоңырау шалам, ертең Бақтияр Wi-Fi істемей жатса, Бақтияр Wi-Fi істемей жатыр, Бақтияр Wi-Fi қосып береді деген сияқты. Жақсы, мен жалпы жұмыстың қарқыны, жаңағы столбқа шығу, күнделікті жұмыс жаңағы кестесі қалай болатыны қызық маған. Бақтиярдың қазіргі күні монтер болып жұмыс істейді, мысалы үшін. Жұмыс нешеде басталады? Нешеде бітеді? Жалпы график бар ма? Немесе қазіргі уақытта бір күнде неше үйді айналып өту деген бір тапсырмалар бола ма? Қалай жүреді қазір? Жалпы менің жұмыс күнім ол өзімнен басталады. Өзіме көңіл аударудан. Ол мен жалпы жоғарыда айтып өткенімдей, салауатты салт өмір жақсы көрем. Өзім сол таңымды жүгіруден бастаймын дағы, ары қарай жұмысқа барамын. Жұмысымыз сағат 8:45-те басталады. Сол күнде жүгіресіз бе? Өзде график бар, күн аптасына 5 рет. Тамаша. Сол сағат 8:45-те бізде планерка, басшылармен қосылып, жаңағыдай керекті журналға қол қойып, содан басталады. Бізге арнайы программа бар, СОМ деген, сол жаққа заявкалар түседі. Сол өтінімдер бойынша. Қандай программа? СУМП. СУМП, иә? Монтеры. Тамаша. Сол программаға бізге не түседі? Халықтардан келген өтініштер сол жерге түседі. Түседі, иә. Біз оны алдын ала көріп, алдын ала хабарласып, осы уақытта келеміз деп жұмыс бастаймыз. Әркімнің өзінің учаскалары бар. Қандай жұмыс істейсіз? Мысалға, осы кеше, оның алдыңғы күні не істедіңіз? Дәл қазір бізде үлкен жоба, Сапа плюс жобасы жүріп жатыр. Бұндай жоба осы республикада болған емес. Үлкен жобалардың бірі. Жаппай Қазақ Телеком қазір бүткіл өзінің барлық абоненттерінің сапалы интернет алу үшін пайда болған жоба. Жұмыс жүктемесі көп болып кеткен сияқты, иә? Қазір қаншама абонемент бар жаңағы? Шыны керек, иә, қазіргі бұрынғы қарағанда қазір жұмыс кішкене көбейді. Оның себебі Сапа плюс жобасы. Бәріне жаппай роутер орнатып жатырмыз. Жақсы жаңа Wi-Fi стандартымен Wi-Fi 6 деген. Бұрынғы стандарт Wi-Fi 4 болатын. Қазір сол Wi-Fi 6 мен жылдамдық едәуір өсті. Жұмысымыз сол. Осыдан басталып, осыдан жүріп жатыр қазір. Енді қазіргі күні сіз жаңағы столбының басына шығып, қысты күні жер қазып, сондай жұмыстарды атқарасыз ба, әлде басқа ма жұмысыңыздыңыз? Монтер кезінде болатын. Жаңағыдай столбтың басына шығып, крышаға да шығып, шатырға да шығып жүретінбіз. Қазір менде көбінесе оптикалық, қалай айтсам болады? Үйдің ішіндегі ақаулар жөндейміз, модемдер ауыстырамыз, приставка дегендей. Жалпы осы жұмысым жеңілдеу, енді баяға қарағанда. Енді өстіңіз ғой. Әрине өттік. 12 жыл деген оңай емес, аз уақыт емес. Ол кезде жұмыс істедік, қазір енді өсіп келе, инженер бірінші категория болғандықтан осы жұмыс істеп жүрміз. Кеудеңізге Қазақ Телеком деген жазуы бар футболка киіпсіз. 12 жыл бір орында жұмыс істеп жүрсіз, енді бір мекеменің ішінде.
Осының барлығына сізді итермелейтін не дүние? Қазақтелеком сізге жақсы жағдай жасай ма? Әлде өзіңіздің өміріңізді тек осы байланыспен байланыстырып отырсыз ба? Иә, жалпы мен үшін абоненттерге, адамға көмек болуым, жаңағыдай мен осы жұмысым абоненттерге келген кезде абоненттерде бар ғой, жаңағы жұмыс істемей қалады. Қазір білесіз, интернет деген ол өте керек. Шамасы бір 5-6 секунд істемей қалса, интернет қайтады, бәрі жүгіріп шығады. Сол кезде менің оларға супергерой болып келгенім сол мені қуантады. Келем дағы оларға сапалы жұмысын көрсетем, жаңағыдай істемей тұрған қызметін жасап берген кезде олардың қуанышын көре, сол мені жаңағыдай маған не береді, қуаныш береді. Қандай тамаша теңеу, демек, олардың мәселелерін шешу арқылы сен өзіңді қаһарман сезінесің. Оларды қуанту арқылы. Иә, қуанту арқылы, және олардың өмірін жаңағы жайлы қылу арқылы, Иә. күшті. былай келгенде бізде отделда мысалға техника қауіпсіздігіне жауап беретін кісі бар. Бізде отделда жаңағыдай приказ постановление жазатын кісі бар. Бізде отделда бүкіл Қазақстан бойынша қанша установка болып жатқан аналитикасын жүргізетін жігіт бар. Сол сияқты барлығын қарап отырамыз. Мына шетте мынандай екен ғой, мына шетте модем жетіспей жатыр, қай қалада модем жоқ, қай қалада киім жоқ, қай жерге форма барған жоқ деген сияқты барлығын қарап отырамыз қазір. Бүкіл Қазақстан бойынша жаңағы физический лица, B2C дейді ғой.